Балалар, бүгін қазақ тілі кітаптарын алып, қазақ тілін сабақ өтеміз. Қазір бірінші сабағымызды бастамай тұрып, шарттық шеңберін айтылар. Тәттіңдер. Білім берен байлық бар, еш байлық оған жетпейді. Жасыңа оқып жиып ал, тепкілесең кетпейді. Өтіңе ол күймейді, ұрыларда тимейді. Жатып ішіп жанбаста, жалқауды ол сүймейді. Балалар, бүгін біз төрт топқа бөлініп отырамыз. Бекзат Саттархан, Серік Сәпиев, Ермахан Ибраимов, Қажымхан Майқасұлы. Қайна, Серік Сәпиев тобы. Серік Сәпиев кім? Айт көкем. Аян айтты. Серік Сәпиев Қазақстанның бокс бойынша еңбек сіңірген спорт шебері, олимпиада чемпионы. Жарайсың. Қайт тұрсыңдар? Біз Бекзат Саттархан. Айта ғой, Бекзат Саттархан. Дидар, анықтар айтыңыз. Бекзат Саттархан қазақтың боксшысы. Ол 20 жасында бокс олимпиясының жеңімпазы атанды. Жарайсың, деде деген Бекзат туралы. Ермахан Ибраимов. Айта ғой. Ермахан Ибраимов қазақтың атақты палуан боксшысы. Халықаралық спорт шебері. Жарайсың. Сидней олимпиадасының жеңімпазы. Жарайсың, жақсы. Енді Қажымхан тобы. Айта қойылды. Қажымхан Мұңайтпасұлы әлемдік аренаға шыққан қазақтың палуаны, дүние жүзінің атақты чемпионы. Жарайсыңдар балалар. Біз төрт тобымыз боксшылар туралы біледігенбіз. Енді балалар, біз алдыңғы білімді кезбе журналист әдісі арқылы сұраймыз. Қан кезбе журналист? Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен кезбе журналистпін. Сендерден бір-екі сұхбат алуға келдім. Жарайсың. Қай топқа барасың? Сөйлем дегенсіне. Сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Сөйлем соңына нүкте сұрақ белгілеп белгі қойылады. Жарайсыңдар. Сөйлем ағасы қарай нешеге бөледі. Мағынасына қарай үшке бөлінеді. Хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем, рет сөйлем. Жарайсың. Қай топқа барасыңдар? Ермахан Ибраимов. Қоя ғой сұрақ. Қосымша деген не? Масындашы, ал. Қосымша дегеніміз түбірге жалғанған бөлігін қосымша дейміз. Дұрыс па? Жарайсыңдар. Түбір сөз дегеніміз не? Түбір сөзі. Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түрлі сөз дейді. Жарайсың. Қосымша нешеге бөлінеді? Қосымша екіге бөлінеді. Жинақ жалғау. Мәтін дегеніміз не? Мәтін дегеніміз мәтін мазмұны жағынан өзара байланысты екі не одан да көп сөйлемнен құралады. Мәтін құрамында сөйлемдер ортақ тақырыппен беріледі. Дұрыс па? Жарайсыңдар. Серік тобы. Жұрнақ дегеніміз не? Жұрнақ дегеніміз не? Кім айтады? Сөзбен сөзді. Айтамыз. Айтсай, айта ғой. Сөзбен сөзді байланыстыратын қосымшаны жұрнақ дейді. Мағыналы сөйлемді жұрнақ дейді. Жұрнақтың белгісі үш бұрыш. Жарайсыңдар. Дұрыс айтты ма балалар? Жалғау дегеніміз не? Кім айтты?
Сөзбен сөзді байланыстырады. Сөздің түбірге жалғанған бөлігін жалғау дейді. Жалғаудың белгісі 4 бұрыш. Дұрыс. Сөзбен сөзді байланыстырады. Дұрыс. Жарайсыздар. Ал енді балалар, мынау ненің белгісі? Түбірдің белгісі. Әр топты мен байлап бағалап қояйын. Мынау ненің белгісі? Қандай фигураны? Жалғау. Жалғау. Жалғау ма? Жұрнақтың белгісі. Қандай фигураны? Бұл жалғаудың белгісі. Осы нелеріне сендерге бағалаймын фигуралармен тұрды. Жақсы үйге, жақсы енді балалар. Бәріміз бері қараймыз. Бері қараймыз. Балалар, бұл не? Балық. Бұл балық. Дұрыс. Мына суретке қараймыз. Бұл кім? Балықшы. Балықшы. Жарайсыңдар балалар. Мына жерде балық деген сөз. Балық деген сөз балалар. Енді неге айналып кетті? Кімге айналып кетті? Балықшы. Балықшы. Балалар, түбірі қайсысы балықшы? Балық түбірі. Қосымшасы дұрыс. Енді жұрнақ па, жалғау ма? Балық түбірі қосымша қосылғанда сөз неге өзгерді? Шы деген сөзіміз қосылған кезде балықшы болып кетті. Балықшы деп кімді айтамыз? Балық аулайтын адамды айтамыз. Жұрнақ шықты. Балалар, бүгінгі өтетін сабағымыз жұрнақ пен жалғау. Жалғау. Енді балалар, бер қараймыз. Кішкене мына жерде видеоны көрейік. Мұқият қараймыз. Қара үштің ел сатанған батыр бабамыз теңдессіз өнермен жер шарының 24 мемлекетін аралап, 48 медальін жылапты. Мен деген ел мықтылардың мұсын басты. Қажымұқанның айтпасыны күрес қожайындардың, төрешілердің сәл мәрте әділетсіздігіне белі бүгілмеді. Еңсесі түспеді. Ал күш иесінің тұңғышы әлемдік деңгейдегі көрінген шағы 1906 жылы еді. Алманиядағы дүниежүзілік сайыста әлем чемпионы атанды. Сол кездегі саясаттың салдарынан ол қорыс палуандарының атымен күресуге мәжбүр болды. Оған түрлі лақап аттар берілді. Бірде Қажымұқанның Ямагата Мекмемен десе, енді бірде Мұқан Иван Шорын деп атаған. Ал 1909 жылы халықаралық палуандар жарысында ол Қара Мұстафа деген атпен шыққан. Сөйтіп бүкіл дүние жүзіне Мұқанның неше түрлі лақап есімдері тарай бастады. Патша үкіметі құраған соң палуанның отбасы азамат соғысының аштық салдарынан біраз сергелдеңге тап болды. 1937 жылы Қажымұқанның өзіне түсіп, бұл патшаның адамы оның қолынан медаль алған, сыйлық алған сыбайлас деп қудалауға ұшырады. Сол себепті Қажымұқан отбасын тастап, Түркістан мен Өзбекстанға бас сауғалап кетеді. Ол өмірінің соңғы жылдары жасы 70-тен асса да, ел аралап сыр бөлімін көрсетіп жиналған 100 мың сомға майдан ішінде ұшақ сатып әпереді. Өзінің бейнеқорда сақталған материалдар соның айғағы. Сталин Қажымұқанның осы ерлігі үшін арнайы марапат қағазына жіберіпті. Ақмоладан шыққан сонау Америка құрлығының Еуропаны бағындырған балуанның есімі тарихта қалды. Қазақ қаламгерлерінің бәрі Қажымұқан туралы қалам тербеп, балуан жайлы бірнеше кітаптар жазды. Өмірінің 55 жылы күреспен серуеніне арнаған бабамыздың назары оңтүстік Қазақстан облысында. Балалар, біз бейнероликте кімді көрдік? Осы бейнеролик
айтыпты, Қажымхан Мұңайтпас ұлыны көре отырып, не түсіндік балалар? Аренаға шыққан әлем чемпионы. Жарайсыңдар балалар. Біз осыдан кішкене тағы дереккөздерден көріп алдық. Енді балалар, бүгінгі біздің сабағымызда 67-ші жаттығуға қараймыз. Кітаптарымызды ашып, бүгінгі біздің мақсатымыз балалар. Біздің мақсатымыз бүгінгі жұрнақ пен жалғауды ажыратамыз. Берілген сөзді сөз құрамына талдаймыз. Бүгінгі мақсатымыз бар. 67-ші жаттығуға қараймыз. Жансая не депті 67-ші жаттығуда? Мәтінді түсініп оқы. Жарайсыңдар, мәтінді түсініп оқы. Енді мәтінге қараймыз. Біз кімді көріп тұрмыз? Қажымханды көріп тұрмыз. Мұқият тыңдаңдар, мен сендерге Қажымхан туралы оқып беремін. Қажымхан Мұңайтпас әлемдік аренаға шыққан қазақтың тұңғыш палуаны. Дүние жүзінің бірнеше дүркін чемпион жүлдегері. Қажымхан 14 жасында саудагер байға жалшы болады. Қыс мезгілі. Бірде бай оны ат шанамен шөп алып кел деп жұмсайды. Қайтар жолда қар қалың болып, ат шананы тарта алмай зорығып өледі. Қажымхан шананы атымен бірге өзі сүйреп алып келеді. Кәні балалар, енді осы мәтінді барлығымыз өзіміз хормен оқимыз. Кәні? Бастаймыз. Қажымхан Мұңайтпас әлемдік аренаға шыққан қазақтың тұңғыш палуаны. Дүние жүзінің бірнеше дүркін жүлдегері. Қажымхан 14 жасында саудагер байға жалшы болады. Қыс мезгілі шанамен шөп алып келіп жұмсайды. Қайтар жолда қар қалың болып, ат шананы тарта алмай зорығып өледі. Қажымхан шананы атымен бірге өзі сүйреп алып келеді. Жарайсыңдар балалар. Балалар, Қажымхан дүние жүзінің бірнеше дүркін жүлдегер екенін білдік, қазақтың тұңғыш палуан екенін білді. Енді балалар, бірде бай оны неге жұмсады? Шөпке. Шөп алып келуге ат шанамен жұмсады. Шөп қайтар жолында қар қалың болып не істеді аты? Жүрамай аты өліп қалады, зорығып. Ал Қажымхан шананы немен сүйреп келеді қосып, ат арбасымен бірге сүйреп келеді. Енді балалар, палуан қандай болуы керек? Палуан күшті, мықты, ерін қорғап жүру керек. Дұрыс, палуан деген өзіне сенімді, ақылды, күшті болу керек. Сендер қандай палуандарды білесіңдер Қазақстанда? Дұрыс, жарайсыңдар. Енді осы 67-ші жаттығуда балалар, қарамен жазылған сөздер бар. Қайсы олар? Жалшы, енді осы әлемдік деген сөздерді балалар жұрнақ жалғап ажыратамыз. Бірінші оқып аламыз, сөйтіп көмірін, әйтпесе жұрнаққа жалғап сөз құрамына талдаймыз. Бірінші мұқият оқып сөз мағынасы. Көмірін және қосымшасын анықтаймыз. Шана мен
dedi? Sol tarafa. Kana, birinchi qazilgan yo'ldan boshlab o'tir. Qazilgan yo'l, o'qi. Bitta ko'rsatib beraman. Qazaq. Qazaq. Qo'shimcha, jurnalni jalg'olma. Qazaq tilida so'z ma'nosi yo'qmi? Jalg'ol. Jarasdan kelib qo'yamiz. Ikkinchi, rantor aka chiqdi. Kelib o'qiymiz taxtaga. Jalg'ol, jursin. Jaraysizlar. Al, quvonch qo'yib. Bolalarga qarab turib aytamiz ekan. Alif. Qo'shimcha jalg'ovma jurnaqqa endi bu. Alif, dik. Jurnaq alim deb. So'zning ma'nosini esedi bu yerda. O'zgardi. Al sen tuburning belgisini qo'yib. Jurnaqning belgisi qanday bo'ladi? Jurnaqning belgisi 3 burush. Jaraysinlar 3 burush al. Shamol qabilasi kelishib bo'lib. Sapip to'g'ri, kan taxtaga qarab turib aytamiz. Bolalar. Kan o'qiymiz. Jal tubish sh qo'shimchasi. Qo'shimcha. Endi jal degan so'zga sh degan qo'shimcha qo'shilgan кезде nega o'zgardi bolalar? Jal, sh. Bu ne bo'ldi? Jurnaq. Mana belgisini qo'yib qo'ysin, o'sha belgini aytaman. Jaraysin, o'tiraver. Jaraysinlar, to'xtab qolamiz. Hozir bag'alab deymiz. Aya'nın mana sen sapip doğrudur. Aytolmay qoldi. Bolalar edi. Endi bolalar. Biz matnni tushunib o'qib, suratlarga eslatib bolalar. Javob berdik. Endi bolalar 68 jadvalga qaraymiz. 68 jadvalda Vaqşı ziyat, ne bize taqsimada? Söylemlerge qo'shiladi. Durust, bunda söylemlerge qo'shib yazamiz. Birinchi söylemga kim chiqadi? Jazma. Madina, Jansaya chiqadi. Jansaya. Birinchi Jansaya chiqadi. Ko'p o'tiradi, Madina. Jansayani yazamiz. Kitobni postaymiz, kitobni yazamiz. Qazaqda Hajmuxon Najibdan boshlaymiz. Hajmuxon Qazaqdan To'ng'ish Qalvani. Ya, jadvalni yazamiz. Birinchi 68 shakl deb yazasizlar. 68 To'ng'ish o'tishmi? O'tadi. Hajmuxon. Bolalar barlig'ini yazamiz. 68 jadval. Hajmuxon. 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 Qazaqdan bo'yicha tuyuladi. Adillik yazamiz. Qazaqdan adillik yazamiz. Qazaqdan To'ng'ish so'z To'ng'ish Слово yazamiz. Yazıp zayıflıyoruz, aslayız. To'ng'ish. Formda basın qiladi. Ya, qo'shib yozadi. Demak, Слово. Qalvon. Bundan araydim dedim. Yerdan söylemga kim chiqadi? Yo'q, yerdan. Qadisha Shvavo. Qalvona. Jarayt. Qadisha keladi, ikkinchiga jildan mayli adem yozamiz. Qo'rqma. O'l
Dünya cüzünün dünya dünya cüzünün cüzünün Adımı cezar vermiş, okuyun. Ben yazıyorum. Dünya cüzünü bir neşe cezamız olur, Türkiye, soğuk, ceraysınlar. Dünya cüzünü bir neşe dürkün Cüldegeri Cüldegeri ders boğamalar men qayda bilem? Cüldegeri jaraysizlar. Al endi balalar bo'lsa Hashimxon 68-turda qaramen yozilgan so'z qaysi? Palvona Cüldegeri. Aslında so'z o'xshaydi, endi qism o'tgan aslida. So'rimdagi Verilgen sözlerde söz karamanlar Kur'an'ına kaldı. Endi жаңа buna toptan жазya, жазaya buna toptan. Endi buna Hashimxon to'pdan qaramen жазған сөзді қалдайды. Madina chiqib turadi. Onda buna toptan. Ko'rkem. Qaramen so'zi degan so'z birinchi so'limda qaysi? Қазақтың деген сөйлемді сөз құрамына талдаймыз. Жоқ, тұрған жерінде талдаймыз. Қазақтың қазақ несі? Тың деген қосымша қосылса, ол не болды? Қазақтың қандай түрді қоямыз? Жалғау ма, жұмлақ па? Қазақтың дегенде. Балалар дұрыс жазма көркем. Қазақтың сөздің мағынасы өзгерді ма? Өзгерген жоқ, онда ол не болады? Тың деген жалғау. Жалғаудың белгісі қандай? Екінші, палуан деген сөзге дидар шыға қой. Палуан деген сөздің söz kuramına tallayız. Palvana деген сөзде. Түбірі қайсысы? Әдемеп, сіз ауыр, әдемеп. Palvan nesi болды? Palvan түбірі. O. Қосымша, дұрыс. O деген қосымша қосылғанда ол не болады? Жұрнақ па, жалғау ма? Жалғау. Сөздің мағынасы өзгермейтін бөлігін не деп айтамыз? Дұрыс. Енді жүлдегері дегенге қайтып инаға шыға қойдық. Қараменің жүлдегері деген сөзге сөз құрамын талдаймыз. Форманы мынада қоятын жер болды. Түбірі. Қана. Жүлде түбірі. Дұрыс жазды ма бала? Жоқ. Несі, кім турлап жазып береді? Мен. Жүлде түбірі келе қоямын. Болды. Ян, дұрыстап берейікші ма? Досымызға көмектесейікші? Отырасыз. Жарайсыңдар, отыр.
Yer degan qo'shimcha bo'lsa nega o'zgardi? O'zgartma ma'nosi? Yo'q. O'zgardi. Julda ekan bari. Undan keyin julda yer bo'ldi. Kim? Juldaga. Durust. Endi degan qo'shimcha qo'shilsa, u nima bo'ladi? Javob. Ana, javob ana. Mana so'zimiz. Durust. Ana o'zimiz. Javob. Jarasida. Hali endi bolalar kelasi saboqqa qaraymiz. Najida shamol. Mana sen to'g'ri bir bal. Inovatni nesi tursa. Endi bolalar o'sha yerda biz endi to'xtab жұмыс жасаймыз bolalar. To'xtab жұмыс. Sizlarga to'xtab жұмыс beraman. To'xtab жұмыс beraman. To'xtab жұмыста mana yerda Najida kim bilgan o'yini töbesinde taqsim ashlangan o'q bola. Najida
Terus, sini kan. Biar ada. Rohullah. Sangat smart. Gimana? Terus sini. Mana sekarang? Cara itu sekarang Cara itu sekarang bagaimana? Sekarang ayah kan perbaiknya. Iya, aku video start. Ayah. Yerken. Kan bo'ldi bolalar, vaqt bitti. Tashlaymiz, kan tindaymiz. Jaraysin. Durust, sakkiz sendirdi. Ma'lum. Men buni ilk qo'yayapman yo'qa bolalar. Ikkinchi. Gel, Jansay. Yermaqan to'g'ri, kelinglar. Gel abi, gel. Gel bak, gel. Startçılarımızda aytamiz. Ha, aytib bergan so'z bilan arqon so'zi nashidga so'zga telefon kelib. Kan aytamiz, bir so'zga qanday so'z? Bolalar tundaymiz, kaz bog'alaymiz. Durust. Ha. Sonra bir dakika qanday so'z shunda? Halu, ara vaqtda. Buna yer so'zimiz qaytarib. Halu, vaqt degan so'z shu yerga keladi. Bir so'zim, bizda qanday yozishimiz? Qanday so'zlarni o'qiyapti? Kan kuşlarımız yine biz kaşıktan to'g'ri ko'ramiz. Kan kim shu o'yinda? O'qu va jalg'oma jurnaqda. O'qu va kuyish. Jalg'ov va o'quli. Agar jurnaq jalg'ansa ko'k tusga, jalg'ov jalg'ansa qizil tusga bo'yaveramiz. Durust. Jalg'ash. Tövbe, tavlı, budu bolcu. Durust. NATO kurs bo'yapti bola. Jarayishlar qanday bo'lsa, Alemde men sizlarga bag'alayman, sizlarga Qazimxon to'bidan bir bal, bu durust bag'aladi. Kim Sersabit to'bidan bir bal bag'aladi. Yeksasatdan to'bidan bir bal. NATO sizlar meni qatnashib ketdi. Kelar sho'lar durushlarim. Alemde balalar biz to'qtishimizni jasadi qo'ydan keyin bermaganlar. Opsiyon tug'a qaraymiz. Opsiyon tug'a. Tez o'sha o'yinda qo'shib yozamiz. Opsiyon tug'a deb yozmaymiz. Söylemaymiz. Opsiyon tug'a. Qo'shib yozamiz. Yozsangiz opsiyon men taqaga yozaman. Balalar Angin doğramız, opsiyon jatuv. Opsiyon jatuv. Jayna boş ne depti? Durust. Bölümde belgeliği koşup yazarız. Bir vakıcı bilik veririz. Havva. Yıldan әрі әдемі жазамыз. Бастаймыз. Кім? Жазамыз. Үш минут уақыт берем, жылдан жазамыз. Жылдан.
Halime soğuyorum. Болған балалар, қалай дейін күрішіні қойып орнымызға отырамыз. Күрішіні қойып отырамыз. Әдейін жазып Ал кән балалар, жас болсаңдар маған қараңдар. Мен қараймыз, кән күрішін қоямыз түгел. Кән қой күрішкені жас болғандарын маған қараңдар, кән. Осы өлеңге қарамен жазылған сөз қайсысы? Әдіс. Балалар бер қараңдар. Әдіс керсін деген сөз балалар. Бұл жерде әдіс түрлерін жетік меңгерген, жетік білетін палуанды айтады екенбіз. Әдіс керсін деп. Ал енді балалар, бүгін біз сабақта не үйрендік? Тақырыппен тірек сөздерді, мәтіннің мазмұнын болжауды не істедік балалар? Үйрендік. Түбір мен қосымшаны не істедік балалар? Ажыратуды білдік, балалар. Ал бүгінгі әр топта балалар өз білімдеріңді көрсеттіңдер. Мына топтар балалар. Мынада Серік Сәпиев тобында аян осы топта жақсы тапсырмалып берді. Мына топ жақсы орындадыңдар топты. Енді мына Ермақан тобында шамалы жазу жазғанда қателесіңдер, кішкене көркем деу болып жазу керек еді. Бекзат Саттархан мына сабаққа жақсы қатыстыңдар балалар. Енді балалар, біз мына жерде білім ағаштың осы білім ағашына бүгін қызық түсінбедім. Жасыл болса сұрақтарым бар, сары болса түсінбедім дегенде әкеп өз алмаларымды жаздыңдар балалар. Кілелер әкеп кезектесіңдер да? Ұшына кәні? Албақ болса, ұшына жаздыңдар. Қаласыңдар, жаздыңдар. Бәрі жақсыңдар ма, түсінбегендер сарыға жаздыңдар, сары. Түсінбеген сұрақтарым болса, жасылға жаздыңдар.
Біріншіде бірден сұрамай алдым. Ал балалар, енді үйге қазақ тілден 30-ші беттегі 70-ші жаттығуда көшіріп жазып келесіңдер. Бүгін Қажымхан туралы бейнероликтен көрдік қой біраз, иә? Сол Қажымхан атамыз туралы эссе жазып келдік. Жарай ма? Осымен сабағымыз аяқталды. Қатысқандарына жақсы рахмет.